Кейбір мазхаб ұстанбайтын топтар намаз үшін мәкрух уақыттарды қабылдамайды. Бірақ парыз намаздардың өз уақыттары болғандай, намаз оқудың мәкрух уақыттары да бар. Уқба ибн Амр радиаллаху анхтан жеткен хадис шарифте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам 3 уақытта намаз оқуға, өлілерді жерлеуге тыйым салады деп жеткізген. Ол уақыттар күн шығып көтерілгенге дейін, күн дәл тас төбеге шығып төмен түсе бастағанға дейін, және күн батуға бет алған уақытта. Осы 3 уақытта қаза намазы да, сүннет намазы да, нәпіл намаздар да оқылмайды. Сондай-ақ жаназа намазы мен тилауат сәждесін жасауға да болмайды. Алайда егер уақыттардың алдында намаз оқылмай қалып қойса, мәкрух болса да оқылуға болады. Мысалы, екінті намазын үлгермеген адам күн батып бара жатса да оқып алады. Бірақ кешіктіргені үшін истихфар айту керек. Қысқасы, бұл уақыттарда басқа намаздарды оқуға болмайды. Қаза болып кетпеу үшін сол кездегі парыз намазды оқуға болады екен.